құсыңды, Балнұрды қандай құсқа теңейсің? Аққу. Балнұр аққу дегенде шабала құрсын. Енді Балнұр, бүгін мінеге жеке мемлекет құрып жатсыңдар, Құдай қаласа, үй ішінен үй тігіп. Сол мемлекеттің кішігірім мемлекеттің президенті менен алдында тұр, Мағжан. Сол отағасын қандай құсқа теңейсің? Теңемей жат, бір қарап ал. Бүркіт. Мағжан бүркіт дегенде шабала құрсын. Енді дан қараңыздан, папа мама, мен айтайын құдағыдан. Мағжан кеуbalдарыңыз айтады, Балнұр аққу дейді. Оған күмән жоқ. Балнұр айтады, Мағжан бүркіт дейді. Енді мен ойланып тұрмын, бүркіт пен аққу қалай болады екен? Сондықтан да Балнұр аққудай болған екен, сен аққудың еркегі боласың, Мағжан. Жұптарың ешқашан жазылмасын. Мен саған енді бір ауыз ақыл кеңесімді айтайын. Ақылым тасығаннан емес, мен үйренгеніме 10 жылдан асты. Ешқашан ұрыспау керек екен ғой жастар. Сендер бақытты өмір сүрсеңдер, мына 4 кісіге вообще ештеңе керек емес басқа, одан артық. Ұрыспау үшін былай істейсің. Ертең үйде ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Ұрыстың иісі шығып жатса, Балнұрға қарсы сөйлеме. Просто үйден шығып кет та қора жаққа кетіп қал, бол. Ашуың басылады ғой, содан кейін қайтып келесің үйге. Зато үйде ұрыс болмайды. Тағы да ұрыстың иісі шығып жатса, тағы да сөйлеме, тағы қора жаққа кетіп қал. Сөйтіп қора жақта тұрып үйреніп қаласың маған сол. Қазақта айтады, бір күнде ұрысып алған үйден 40 күн береке қашады дейді. Сондықтан да ешқашан ұрыспаңдар. Ұрысқаннан мүйіз шығатын болса, Нұрлан көкем 2 мүйізбен тұрады да, дұрыс па көкем? Ұрысқаннан ешкім береке таппаған, көкем қосылып жатыр. Сондықтан да қазір былай істейміз. Көпшіліктің алдында бақытты боламыз деп уәде берейік. Уәде Құдайдың екінші аты дейді. Сендер бақытты болсаңдар, ата-анаға ештеңе керек емес басқа. Бүгіннен бастап Балнұрды бақытты етемін деп уәде бересің ба? Бүгіннен бастап Балнұрды бақытты етемін, иншалла. Молодец, красавчик. Балнұр, келесі уәде саған. Бүгіннен бастап отағасы Мағжанға ешқашан қарсы келмеймін деп уәде бересің ба? Я күліп айтып жатсың. Уәде беремін деп ішінен қайдағы деп жатқан жоқсың ба? Соңғы уәде Мағжан, бүгіннен бастап Балнұрдан басқа ешқандай қызға қарамаймын деп уәде бересің ба? Уәде беремін. Міне, осы уәделеріңде тұрсаңдар, сендерден бақытты отбасы болмайды. Енді мен саған айтайын, біз мұсылман халқы кез келген ер азамат қашанда бірінші ананы сыйлау керек. Ана сосын барып әке дейді. Өйткені ананың табанының астында жұмақтың кілті бар. Бүгінгі осы сенің тойың болып жатқаны, сенің осы жарық дүниеге келуіңе себепкер әуелін Алла, екінші мінеки Гүлмира жеңеше бір қадам алға шығыңыз. Анашым рахмет деп көпшіліктің көзінше екі бетінен сүйіп бір құшақтап қойған. Аналарға береке болады. Рахмет. Папаң кім сен, папа? Администратор сен ба? Ол кісінде қатысы бар ма? Рахмет. Мен саған айтайын, Мағжан, сен тоқтамай. Мақма? Тоқтама. Мама, тоқтамайсың ба? Барса сен атанаң екеу бүгіннен бастап. Келе ғой, мама папам қасына тұрайық. Құттықтап қойыңыздар бұл қыздарыңызды. Бүгін үлкен өмірге қадам басып жатыр. Қадамдар сәтті болсын. Өмірлері тәтті болсын. Сіздердің жолдарыңызды, махаббаттарыңызды